Саламатсың ба балақай? 110 сабақ монеталардың құны. Бүгінгі сабақты бастамас бұрын каналға тіркеліп, лайк басуды ұмытпа. Бірінші тапсырма. Балалар жинақ қобдишаны ашпақ болды. Жинақ қобдишада қандай монеталар болуы мүмкін? Оларды ата. Балалар қобдишаны ашпақ болды дейді. Соның ішінде қандай монеталар болуы мүмкін екен? Соны айтайықшы қане. 1 теңге, 2 теңге, 5 теңге, 10 теңге, 20 теңге, 50 теңге, 100 теңге. Осылар болуы мүмкін. Және де осы монеталардың бірнешеуі болуы мүмкін, иә? Бұлар елімізде қолданыста жүрген монетаның түрлері. Енді әрбір әмиянда қандай монеталар болуы мүмкін дейді. Сырымда 10 теңге, әлияда 15 теңге, ал санатта 18 теңге бар екен. Сырымның әмиянында 2-5 теңге болуы мүмкін. Немесе 10 теңгелік бір монета болуы мүмкін. Ал әлияның әмиянында 1-5 теңгелік, 1-10 теңгелік монета болуы мүмкін. Немесе 5 теңгеліктен 3 монета болуы мүмкін. Ал санаттың әмиянында 1-10 теңге, 1-5 теңге, 1-2 теңге, 1-1 теңге болуы мүмкін. Сонда санаттың әмиянында 18 теңге болады. Енді әр әмияннан 5 теңгеден алынды. Олардың әрқайсысында қанша теңгеден қалды дейді. Сырымда 5 теңгесін алып тастасақ, 5 теңге қалады. Әлиядан 5 теңгесін алып тастасақ, 10 теңге қалады. Санаттан 5 теңгесін алып тастасақ, 13 теңге қалады. Есіңде сақта. Баға бір тауар зат үшін төленетін ақша. Яғни біз магазинге барсақ, әр заттың өз бағалары болады. Баға дегеніміз әр затқа төленетін ақша. Екінші тапсырма. Тапсырманы орында. А. Есепті шығар. Кері есеп құрастыр. Әлияда 100 теңге бар. Сырымда 60 теңге бар. Әлияның қанша теңгесі артық дейді. Шартын жазып есептеп көрейік. Әлияда 100 теңге бар. Ал сырымда 60 теңге бар. Әлияның сырымнан қанша теңгесі артық? Қанша теңге артық екенін қалай табамыз? Ол үшін 100-ден 60-та азайтамыз. Сонда 40 қалады. Жауабы әлияның 40 теңгесі артық екен. Әсінде монеталармен 100 теңгені, 60 теңгені жинап көр. Өзіңнің нұсқаңды жаз дейді. Бірінші сол жаққа 100 теңгені, ал оң жаққа 60 теңгені жинап көрейік. Бірінші 100 теңгені 50 қосу 50 монетаны пайдалануға болады. Немесе 20 қосу 20, қосу 10, қосу 50. Келесі 100 теңгенің өзін қолдануға болады. Ал 60 теңгені көрейік. 50 мен 10-ның қосындысы, немесе 20 қосу 20, қосу 20. Ал келесі 20 қосу 20, қосу 10, қосу 10. Үшінші тапсырма. Сана, сұрақтарға жауап бер дейді. Енді қарайық. Қайсы әмиянда ақша аз дейді. Бірінші әмиянда, себебі ол жерде 6 теңге бар, е? Қайсы әмиянда ақша көп? Екінші әмиянда ақша көп. Ол жерде 10 теңге бар. Ал қайсы әмиянда монета көп? Төртінші әмиянда монета көп. Қайсы әмиянда монета аз? Екінші әмиянда. Төртінші тапсырма. Теңдеулерді шеш дейді. Алғашқы үшеуін бірге шығарып көрейік. Төртіншісін өзің шығара қой. Бірінші теңдеу. Y қосу 1 тең 10. Y-ті табуымыз үшін 10-нан 1-ді азайтамыз. Сонда Y тең 9 қалады. Енді тексеріп көрейік. 9-ға 1-ді қоссақ 10 болады. 10 тең 10-ға. Екінші теңдеу. X қосу 2 тең 10.
X'ті табу үшін X тең 10 азайту 2. 10-нан 2-ні азайтсақ 8 қалады. Тексеріп көрейік. 8-ге 2-ні қоссақ 10 болады. 10 тең 10. Үшінші теңдеу. 50 азайту Y тең 20. Y тең 50-ден 20-ны азайтамыз. Y тең 30 қалады. 50-ден 30-ды азайтсақ 20 қалады. 20 тең 20-ға. Бесінші тапсырма. Не сатып алатыныңды таңда. Төлем жасайтын монеталарды жина деді. Біз бағана айттық, магазинге барған кезде әр заттың өз бағасы болады, Суретке қарасақ, қызанақ 70 теңге тұрады екен. Лимон 90 теңге, алма 80 теңге, банан 100 теңге тұрады екен. Ал енді не сатып алатынымызды таңдап көрейік және соған монеталарды жинайық. Қызанақты таңдайтын болсақ 70 теңге. Бір 50 теңгелік монета мен 20 теңгелік монетаны пайдалануымызға болады. Лимон 90 теңге, 50, 20, 20 монеталарды алсақ болады. Алма 80 теңге, 50, 10, 10, 10 теңгелерді алсақ болады. Ал банан 100 теңге, 100 теңгелік бір монетаны алсақ болады. Осымен бүгінгі сабағымыз аяқталды. Келесі сабақта кездескенше сау бол балақай.